Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. Сіздермен бүгін мен Алматы облысы тіл оқу-әдістемелік орталығы Ақсу аудандық филиалының меңгерушісі Торғын Мұратқызы Шермұханова. Бүгінгі біздің тақырып дүкенде. Грамматикалық тақырып ауыспалы осы шақ. Тақырыпқа байланысты жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Азық-түлік: нан, жұмыртқа, кәмпит, қант, айран, сүт, шырын, қаймақ, ірімшік, ет, шұжық, алу, сатып алу, сатып алмау, жеу, ішу, әзірге, келі, қанша тұрады? Бірінші тапсырма. Жаттығыңыз. Қойдан қалып қойған қара қозыны Қайрат қораға қамап қойды. Әкем Әсемге әдемі әткеншек әперді. Омар ора алар. Омар ора алмаса, Орал ора алар. Қаһарлы айдаһар шаһарға келіп қаһарланар. Үш кіші ішік піштім. Бес кіші ішік піштім. Неше кіші ішік піштім? Түрің түрленіп, түрлі оқы. Тілің күрмеліп, мүдірмей оқы. Тұз мұздай, мұз тұздай. Екінші тапсырма. Азық-түлік атауларын жазыңыз. Тексеріңіз. Қаймақ, сүт, нан, кәмпит, шұжық, айран, жұмыртқа, қант, ірімшік, 100. Үшінші тапсырма. Рөлге бөліп оқыңыз. Бірінші диалог. Сәлеметсің бе, Алеся? Сәлем, Нағима. Алеся, сен не сатып аласың? Мен ірімшік, қаймақ, жұмыртқа сатып аламын. Алеся, сен нан сатып аласың ба? Жоқ, сатып алмаймын. Сен не сатып аласың? Қант, шұжық, сүт, нан сатып аламын. Екінші диалог. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Кәмпит қанша тұрады? Бір келісі 800 теңге тұрады. Бір келі беріңізші. Саудаңызға рахмет.
4-ші тапсырма. Сұраққа жауап жазыңыз. Олар не сатып алады? Тексеріңіз. Олар не сатып алады? Олеся, ірімшік, қаймақ, жұмыртқа. Нағима, қант, шұжық, сүт, нан. Ауыспалы осы шақ, жекеше түрі. Ауыспалы осы шақ сөйлемнің мағынасына қарай қимыл, іс-әрекеттің бірде дәл осы кезде, бірде алдағы уақытта болатындығын білдіреді. Мысалы, мен жұмысқа барамын. Ауыспалы осы шақтың болымсыз түрі ма, ме, па, бе, ба, бе қосымшалар арқылы жасалады. Мысалы, мен бармаймын. Мен білмеймін. Ол айтпайды. Ол кетпейді. Сен жазбайсың. Сен көнбейсің. 5-ші тапсырма. Тиісті сөзді қойыңыз. Тексеріңіз. Мен тұрамын. Сен тұрасың. Сіз тұрасыз. Ол тұрады. Мен сатып аламын. Сен сатып аласың. Сіз сатып аласыз. Ол сатып алады. Мен аламын. Сен аласың. Сіз аласыз. Ол алады. Мен жұмыс істеймін. Сен жұмыс істейсің. Сіз жұмыс істейсіз. Ол жұмыс істейді. Үй тапсырмасы. Азық-түлік атауларын мағынасына қарай 2 топқа топтастырыңыз. Берілген сөздер: нан, сүт, жұмыртқа, кәмпит, айран, шұжық, ірімшік, ет, шырын, су. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.